Қайырлы күн! Мен бүгін сізбен бірге 2020 жылдың трендіне айналған, яғни мұғалімдердің, оқытушылардың арасында кең танымал және сұранысқа ие Nearpod сайты туралы айтатын боламын. Неге кросс-платформалық? Себебі бұл сайт құрылғылардың барлық түрлерінде, яғни смартфон, планшет, компьютер, ноутбукте, сонымен қатар барлық операциялық жүйелермен жұмыс істей алады. Нақты осы Nearpod сайты, яғни қызметі мұғалімнің жұмысына қандай пайдасын тигізеді? Біріншіден, сіз интерактивті тапсырмаларды онлайн, яғни қашықтықтан тест, сәйкестендіру тапсырмалар, сонымен қатар түрлі тапсырмалардың түрлерін беріп, олардың нәтижелерін өзіңіздің құрылғыңызда сол сәтте сақтай алатын боласыз. Сонымен қатар бұл жерде 3D объектілерді және де виртуалды турларды өзіңіздің сабағыңызда пайдалануға болады. Және де мен айтқым келіп отырғаны, бұл сайтты шет тілдерін меңгерту кезінде оның пайдасы өте зор. Сонымен қатар бұл жерде басқа пәндер де шетте қалмаған. Себебі оларға арналған көптеген слайдтар, презентациялар, яғни кез келген материалды осы сайтта оқушыларға ұсыну мүмкіндігі қарастырылған. Енді осы Nearpodпен қалай жұмыс істеу керек екені туралы мен нақтырақ айтайын. Бірінші nearpod.com сайтына кіреміз. Жоғары оң жақтағы Sign up for free, яғни тегін тіркелу батырмасын басамыз. Келесі бетте тіркелудің 3 нұсқасы ұсынылады: Google аккаунт арқылы, Microsoft аккаунт арқылы және басқа электронды пошта арқылы. Біз Google аккаунт арқылы тіркелейік. Міне, осылайша біз Nearpodқа тіркелдік, және де бастапқы бетіндеміз. Жоғары оң жақта сіздің аккаунтыңыз орналасқан. Бұл жерде сіз өз суретіңізді қоя аласыз және логаутты басып аккаунттан шыға аласыз. Nearpod сайтында жаңа сабақ бастау үшін плюс батырмасын басамыз да Lesson in Nearpod дегенді таңдаймыз. Келесі бетте бізге слайдтармен жұмыс істейтін орта ашылады. Бірінші слайдтың үстінен басайық. Бізге екі түрлі жол ұсынылады. Біріншісі контент, яғни оқушыға түсіндірме материалдар, соның ішінде суреттер, видеолар, мәтіндер және тағы басқа. Ал екіншісі тапсырма беру. Біз біріншісінен бастайық. Контент деп нені атаймыз? Ол видео, слайдтар, интернет сайттар, 3D модельдер және түрлі ресурстар. Енді видео жолдап көрейік. Ол үшін видеоның суретіне басамыз. Біздің алдымызда кішкене терезе ашылды. Видеоны тікелей YouTube'тан алатын жол бар. Сонымен қатар видеоны компьютерден, Google дисктен, Dropbox болтынан және OneDrive виртуалды кеңістіктен алуға болады. YouTube'тан видео қойып көрейік. Ол үшін бірінші YouTube сайтына барып, керек видеоның сілтемесін көшіреміз. Сосын қайтадан Nearpodқа оралып, тиісті жолға сілтемені қоямыз. Іздеу батырмасын басамыз. Біздің видео шықты. Оны слайдқа енгізу үшін Save, яғни сақтау батырмасына басайық. Міне, осылайша бірінші слайд дайын болды. Ал енді компьютердегі видеоны қалай саламыз? Ол үшін жаңадан слайд жасайық. Қайтадан видеоны таңдап, төменде орналасқан мына көк белгішені басамыз. Бізге терезе ашылады. Ол жерден компьютерде орналасқан видеомызды таңдаймыз. Видеомыз жүктеліп, автоматты түрде екінші слайд түрінде сақталады. Енді жаңа слайд жасап, оған ішкі слайд енгізейік.
Бұл жерде біз берілетін материалдың дизайнын өзгерте аламыз. Ұнағанын таңдайық. Керек дизайнға тоқталған соң кез келген мәтін енгізуге болады. Мен мысалға география деп жазамын. Сонымен қатар осы тақырыпқа сәйкес түрлі материалдар енгізуге мүмкіндік бар. Мәтін, видео, сурет, анимациялық суреттер. Біз компьютерде орналасқан суретті енгізіп көрейік. Тағы да компьютерден алу көк белгішені басып, қажетті суретті таңдаймыз. Қойылған суреттің көлемін және орналасуын өзгертуге болады. Сонымен қатар слайдтардың құрылымын да өзгертуге мүмкіндік бар. Тиісті формасын таңдап, компьютерден бірнеше суретті алып қояйық. Одан бөлек бұл слайдқа музыка қою немесе өзіңіздің даусыңызды жазып қою қарастырылған. Барлығын Save and Exit батырмасы арқылы сақтап шығайық. Мінекей, ол үшінші слайд болып сақталды. Енді жаңа слайд жасап 3D объектіні қосып көрейік. 3D объектілер әртүрлі категорияларға бөлінеді. Қызықты жерлер мен заттар, ежелгі уақыт, қоршаған орта, адамның денесі және микроәлем. Осылардың біреуін сабақ түсіндіргенге пайдалануға болады. Байқағандай, төртінші слайдымыз пайда болды. Слайдтарымыздың барлығы дайын. Енді оларды сақтап, оқушыға жіберейік. Ол үшін төмендегі Save and Exit батырмасына басамыз. Бізге терезе ашылады. Оқу материалына ат қоюымыз керек. Мысалға, қызықты география деген ат қояйық. Оған сипаттама да жазуға болады. Сонымен қатар бұл терезеде сынып пен пәнді таңдауға болады. Бірақ дәл қазір бізге ол қажет емес. Сондықтан төмендегі батырманы басып сақтайық. Бірнеше секундтан соң біз жаңа бетке өтеміз. Жаңа бетте сіз жасаған материалдардың барлығы My Lessons, менің сабақтарым бөлімінде орналасады. Біз дайындаған материалмен бөлісудің екі жолы бар. Live, яғни онлайн. Және екіншісі оқушының өз бетінше орындауы. Біз осы екіншісін таңдаймыз. Жасалған материал 1 айға беріледі. Осы аралықта оқушылар онымен танысуы керек. Сонымен, біз оны поштамен, әлеуметтік желі арқылы, немесе тікелей сілтемесін сақтау арқылы бөлісе аламыз. Осы сілтемені таңдайық. Copy, көшіру батырмасын басып, басқа аккаунтпен оқушы ретінде сілтемені ашайық. Оқушы бұл сілтемені ашқан кезде аты жөнін енгізу жолдары шығады. Оқушы аты жөнін енгізіп,
Join Session, яғни сабаққа қатысу батырмасын басады. Енді ол мұғалім рет-ретімен қойған слайдтармен таныса бастайды. Бақылаңыз. 5G байланыс туралы әлеуметтік желілерде ақпарат өте көп. Жаңа желі түріне көшуді бүкіл әлем жоспарлап жатқанда, жиілікті электромагнитті толқындар арқылы таралады. Дәл осы толқындар керек. Оның үстіне олар Wi-Fi роутер сияқты кішкентай қорапша түрінде де болуы мүмкін. Сонымен қатар заманауи ұстаз деген кім? Ол тек қана жетік меңгерген ұстаз емес. Ол IT технологиялардың соңғы Нейрподтың тағы бір ұтымды жері, сіз сабағыңызды басқа мұғалімге, яғни әріптестеріңізге жібере аласыз. Ол үшін сабақтың төбесіндегі 3 нүктені басып, Share with teachers, яғни мұғалімдермен бөлісуді таңдайсыз. Сізге 2 сілтеме беріледі. Біріншісі арқылы басқа мұғалім бұл сабақты тек қана көре алады. Ал екінші сілтеме арқылы басқа мұғалім бұл сабаққа өзгертулер енгізе алады. Демек, екі жақтан бір сабақ жасай аласыз деген сөз.